Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін сіздермен қазақ тілі 3 сынып 103 сабақ. Сабақтың тақырыбы бізде негізгі және туынды сын есім. Балалар, бүгін барлық тапсырмаларды орындаймыз. Соңына дейін қараңыздар. Ендеше негізгі және туынды сын есім. Бірінші мәтінді тыңда. Мұраттың бастауы. Ойын алаңның арғы жағындағы кішкене жартастың түбінде бір топ құрақ өсіп тұрған. Бірде соның жанына барып демалып отырдық. Бұрын осы жерде бастау болған дейді атам. Әне, жер дымданып жатыр. Қазып көрсек қайтеді? Мүмкін су шығар, деді Мұрат. Оның сөзін әркім өзінше күлкіге айналдырып жіберді. Мейлі, күле беріңдер, деп Мұрат өкпелеп кетіп қалды. Біз қайтадан ойынға кіріскенбіз. Мұрат келе жатыр, деп бір бала дауыстап жіберді. Жалт қарасақ, Мұрат келе жатыр екен. Ойпаң қолында күрегі бар. Ол әлгі ойпан жерді қазуға кірісті. 2-3 жүрек бойы қазғанда су шығып бүлкілдеп аға бастады. Бізде үн жоқ. Мұрат бізге күле қарап, бастаудың мөлдір суынан ішіңдер, деді. Біз бастау суын қос уыстай іліп алып ішіп жатырмыз. Салқын су қандай тамаша десеңізші. Нағашыбек Қапалбековтан. Ал ендеше астындағы сұрақтарға жауап берейік. Сұрақтарға жауап бер. Бірінші, балалар қай жерде ойнады? Балалар ойнаған алаңда бұрын не болған? Мұрат бастауды қандай белгілеріне қарап тапты? Мұраттың бастауды табуына оның қандай қасиеттері көмектесті? Бұлақ суының адамға қандай пайдасы бар? Мәтіндегі сын есімдерді тап. Сын есімдер кішкене, мөлдір, салқын, тамаша. Балалар, каналға тіркеліп, лайк басып, толықтай сабақты қарап шығыңыздар менімен бірге. Ендеше келесі екінші жаттығуды қараймыз. Екінші жаттығу мәтінді көркем жаз. Сулы жер, нулы жер. Ну дегеніміз қалың тоғай. Тоғай іші көңілді. Қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына талда. Олар қай сөз табына жататынын анықта. Бұл сын есімдердің құрғақ, қалың деген сын есімдерден өзгешелігі неде деп ойлайсың? Бұл жерде сулы, нулы жер дегендер екі сөз, екі мағыналы сөздер болып табылады. Сын есім негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Түбір сөзден болған сын есімді негізгі сын есім дейді. Қалың, әдемі. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есімді туынды сын есім дейді. Өнерлі, саналы. Ал келесі үшінші жаттығу берілген негізгі және туынды сын есімдерді салыстырып, олардың ұқсастығы мен айырмашылығын тап. Жаңа, көк, әдепті, сүтті, атақты, жүйрік, көктемгі. Бізде негізгі, туынды деп екі шеңбер берілген. Негізгінің ішіне жаңа, көк, жүйрік жатады. Ал туындыға әдепті, сүтті, атақты, көктемгі жатады. Келесі төртінші жаттығу оқы және не туралы айтылғанын анықта делінген. Оның құлағы, құйрығы және жүні бар. Оның ұзын құлағы, қысқа құйрығы және жылы жүні бар. Жазда жүні сұр, ал қыста ақ болады. Мәтінде не туралы айтылғанын білуге қай сөз табы көмектесті? Берілген етістіктерге ғыш, гіш, қыш, кіш жұрнақтарын жалғап, туынды сын есім жаса. Біл, жүз, тап, сез, байқа, сөйле, айт. Жасаған туынды сын есімдерінің қайсысын қоянды сипаттауда қолданасын? Бұл жерде білгіш, сезгіш, қоянды сипаттау. Ал балалар, осымен сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.